Саламатсыздар ма оқушылар? Мен өткен сабақта сендерге 4-ші және 5-ші есепті берген болатынмын. Яғни мен неге екі есеп бердім? Себебі оның шығару жолдары өте көп, сондықтан мен екі есеп бердім. Осы уақытта мен 4 және 5 есеп берген болатын, алайда осы уақыттан бастап екі немесе бір есептен беремін. Себебі алдағы уақытта есептің шығару жолы өте көп болады. Әзірше екі есептен беремін. Егер оны шығара алып немесе уақыттарыңыз болып шығарып жатсаңдар, онда екеуден беремін. Ал егер шығара алмай жатқан оқушылар көп болса, онда бір есептен беремін. Ал ендеше кетті оқушылар 4-ші және 5-ші есептерді талқылаймыз. Яғни 4-ші есеп. 4-ші есепті берген болатын. Тақтаға қараймыз. Төртінші есеп не дейді? А квадрат қосу 3а бөлінген АХ азайту 5х қосу 8а азайту 40. Азайту а бөлінген екінші бөлшекті азайтып жатырмық. А бөлінген х қосу 8. Тең. Біз бірінші бөлшектің бөлімін ортақ көбейткішке жүктеп аламыз. Яғни мына екеуінен ортақ көбейткіш х шығады, мына екеуінен ортақ көбейткіш 8 шығады. Алымын сол күйінше жазамыз, бізде қысқартудың қажеті жоқ. Яғни х шығарған кезде А-5 қалады ортақ көбейткіш, екіншісіне ортақ көбейткіш 8 болады. Тақтаның ішінде А-5 болады. Енді осы жерден мына екеуінің ортақ көбейткіш А-5 жақшаның шығады да, екінші жақшада х плюс 8 болады. Енді А квадрат қосу 3а азайту А бөлінген х қосу 8. Енді ортақ көбейткіш екеуінің екі бөлшекті азайтамыз. Ортақ көбейткіш бөлгіш А-5 х плюс 8 болады. Осы жерде мына жерге 1 түседі, мына жерге А-5 түседі. А квадрат қосу 3а азайту А квадрат плюс 5а болады. Осы жерде А квадрат пен А квадрат жойылып кетеді, бізде 8а бөлінген А-5 х қосу 8. Яғни есептің жауабы осылай болады. Егер кімде осылай шықса, демек есептің шығару жолы дұрыс деген сөз. Келесі есепке қараймыз, ол 5-ші есеп. Номері 5-ші есеп. Номер 5-ші есеп. А қосу Б бөлінген 4АБ көбейту А-ның минус 2 дәрежесі қосу Б-ның минус 2 дәрежесі бөлінген А-ның минус 1 дәрежесі қосу Б-ның минус 1 дәрежесі. Көбейту А-ның минус 4 дәрежесі минус Б-ның минус 4 дәрежесі бөлу А-ның 2 дәрежесі минус Б-ның 2 дәрежесі. Минус дәрежесі. Минус 2, минус 2. Тақтаның минус. Енді оқушылар, бұл жерде біз кезең бойынша шығарамыз. Ең бірінші біз мына жақшадан орындап аламыз. Орындау үшін бірінші А-ның минус 4 дәрежесі азайту Б-ның минус 4 дәрежесін минус дәрежелерден құтылып аламыз, яғни оң дәрежеге айналдырып аламыз. Яғни 1 бөлінген А-ның 4 дәрежесі болады, азайту 1 бөлінген Б-ның 4 дәрежесі. Оқушылар оң дәрежеге айналдыру үшін 1 бөлінген деп жазатын ескертусіз дұрыс оқысын. А-ның 4 дәрежесі, Б-ның 4 дәрежесі ортақ бөлікке берілсе, мұнда Б-ның 4 дәрежесі, мұнда А-ның 4 дәрежесі. Б-ның 4 дәрежесі азайту А-ның 4 дәрежесі. Екінші
A'ның минус 2 дәрежесі минус B'ның минус 2 дәрежесі тең болады бізде 1 бөлінген А квадрат азайту 1 бөлінген Б квадрат деп жазсақ болады, оңға айналдырып. А квадрат, Б квадрат. Мұнда Б квадрат түседі, мұнда А квадрат түседі. Б квадрат азайту А квадрат. Енді мына бөлшектің алымы, мына бөлімі болғандықтан екеуін бір-біріне бөліп тастаймыз. Б'ның 4 дәрежесі азайту Аның 4 дәрежесі, бөлінген Аның 4 дәрежесі, Б'ның 4 дәрежесі, көбейтуге бірден айналдырайық. А квадрат, Б квадрат, бөлінген Б квадрат минус А квадрат. Осы жерде мынау кетсе, мұнда 2 дәрежелері қалады. Енді мынаны екі жақшаға жіктесек, мынаны былай екі жақшаға. Б квадрат плюс А квадрат, Б квадрат азайту А квадрат. Сонда мынаны қысқаратса, бізде қалады. Бөлшектің алымында Б квадрат плюс А квадрат, бөлшектің бөлімінде А квадрат, Б квадрат. Яғни осы қалады. Енді оның минус 1 дәрежесі екеуінің орнына ауысып кетеді, тағы плюс 1 дәрежесі айналады. Б квадрат плюс А квадрат. Яғни бізде минус 1 дәрежесінен ең соңында қалады А квадрат, Б квадрат, Б квадрат қосылу А квадрат осы қалады. Есепті жазып қойыңдар. Мен тақтаны өлшеймін. Так. Шарлы жолы бәрі сенде түсінікті болса, енді мына жерде қалай түсіндірсем болады. Ал, жарайды. Мен тақтаны өлшемей-ақ қояйын. Мен өлшеуішті өлшей салайын. Так, бізде мына есептің шарлы жолдарын өлшейміз. Ең соңында не қалды, соны ғана жазып қоя салайық, иә? Себебі қателесіп кетеміз қазір. Так. Мына есептің жауабы бізде А квадрат, Б квадрат, бөлінген Б квадрат қосылу А квадрат. Мынаны есепті тастай салайық. Сол көбінде осылай қала берсін. Ал ендеше кеттік оқушылар. Екінші жолы Аның минус 2 дәрежесі плюс Б'ның минус 2 дәрежесінің ортақ А квадрат оңға айналдыратын болсақ дәрежелерін. Осы А квадрат, Б квадрат ортақ бөлімге беріледі. Мұнда Б квадрат, мұнда А квадрат. Б квадрат қосылу А квадрат. Бөлшектің бөлімін дәл солай 1 бөлінген А плюс 1 бөлінген Б деп жазуға болады. А Б ортақ бөлім берсе, мұнда Б, мұнда А. Б плюс А болады. Енді төртінші, мынау алымында, мынау бөлімінде тұрғанда екеуін бір-біріне бөле саламыз. Яғни Б квадрат қосылу А квадрат, Б квадрат. Бірден көбейтіп айналдырайық. А Б плюс А. Сонда мынамен мынау қысқарады, мұнда 1 дәреже қалады. Бөлшектің бөлімінде А Б плюс А, да Б квадрат плюс А квадрат. Бұл мына жерден шықты. Мынаның жауабы демек мынандай. Енді тағы да қалғандарын өшіріп тастайық. Себебі тақта жетіспейді. Тақта жетіспегендіктен осылай өшіріп отыруға тура келеді. Енді так. Мынадан мынау шығады. Мына бөлшектен шығарғанда мынау шығады. Енді екеуін бір-біріне көбейтеміз. Үшінші деп алайық. А квадрат, Б квадрат, бөлінген Б квадрат плюс А квадрат, көбейту Б квадрат плюс А квадрат. Бірінші мынау жазу керек. Бірінші бөлшек қоя береміз. Түсінікке қоймайды. Мынамен мынау қысқарады. Мынамен бір дәрежелері қалады. Сонда А Б бөлінген Б плюс А қалады.
Енді ең соңында А плюс Б бөлінген 4АБ көбейту АБ Б плюс А деп. Екеуін бір-біріне көбейтеміз. Мынаны мынау шығарады, мынаны мынау шығарады, сонда жауабы 4-тен 1. Егер есептің жауабы осылай болса, демек біздің шығарған есебіміз дұрыс деген сөз. Бұл 5-ші есеп. Енді оқушылар үйге аламын, үйге беремін. Номері 6-ші есеп. Номер 6 есептің шығар жолы өте көп екен, сондықтан мен бір есеп беремін. Номері 6 есеп. Шығар жолы өте көп. Шатастықпен ойлануға тура келеді. Сендерген қазір уақытта көп нәрсені ұмытып қалуларың мүмкін. Сондықтан тек бір ғана есепті беремін. А плюс Б квадраты азайту А квадрат плюс 2А минус 1. Бөлінген А бөлінген Б азайту Б бөлінген А. Бөлу 2А квадрат плюс А Б минус А бөлінген А квадрат минус Б квадрат. Яғни есептің берілгені осындай. Келесі жолы осы есептерді шығарамыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталады. Сонымен осы бір есепті шығарамыз. Неге мен бір есепті ғана беріп жатырмыз? Себебі шығар жолы өте көп. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.